Мәдениет және ақпарат министрлігі тіл комитетінің тапсырысы бойынша дайындалған «Біз қазақша сөйлейміз» атты реалити-шоу бағдарламасының мақсаты Қазақстанда тұратын этнос өкілдерінің мемлекеттік тілді қолдауға мүдделілігін арттыру, қазақ тілінің коммуникативтік мүмкіндіктерін жаңа уақыт талаптарымен ұштастыра кеңейтуге жол ашу. Қатысушыларға қазақ тілін үйрету барысында олардың тілдік, қатысымдық құзыреттіліктерін дамыту, жағдаяттық тапсырмалар мен интерактивтік әдістер негізінде қатысушылардың алған білімін өмірде қолдана алуға дағдыландыру. Реалити-шоу мүмкіндіктерін пайдаланып, көрермендердің мемлекеттік тілді қолдануға мүдделілігін арттыру. Кеш жарық қазақ тілі ғажап тілім деп сүйетін ағайын. Армысыз тіл бірлігі, ел бірлігі деп білетін көрермен қауым. Қазақ тілін қызықты да тартымды жағдаяттар арқылы үйретуді көздейтін «Біз қазақша сөйлейміз» атты реалити-шоуға қош келдіңіздер. Ендеше қатысушыларымызды ортаға шақырайық. Анна Леонова 1987 жыл туған, сүйіктісі шетел әдебиетін оқу және ешкімге көрінбей билеу, жақсы көретін қазақ сөзі адалдық. Юрий Капнов 1979 жылы дүниеге келген, сүйіктісі бала тәрбиелеу, жақсы көретін қазақ сөзі өмір. Марина Михтаева 1983 жыл туған, сүйіктісі әдеби кітаптарды оқу, жақсы көретін қазақ сөзі дастархан. Алексей Дорофеев 1964 жылы дүниеге келген, сүйіктісі балық аулау, аңға шығу және саңырауқұлақ теру, жақсы көретін қазақ сөзі жаным. Наталья Пешкова 1981 жылы дүниеге келген, сүйіктісі спортпен байланысты кез келген нәрсемен айналысу, жақсы көретін қазақ сөзі өзен және өлең. Дмитрий Байназаров 1986 жыл туған, сүйіктісі велосипед тебу және әңгіме жазып сурет салу, жақсы көретін қазақ сөзі айналайын және масқара. Ал енді ойын шарттарымен таныстырып өтейік. Бірінші тапсырма бойынша әр қатысушы өзінен көмек сұраған адамға қол ұшын беруі тиіс. Алайда көмек көрсетемін деп келеңсіз жағдайға тап болуы да мүмкін. Қатысушының міндеті осындай тығырықтан жол тауып шығу. Олай болса, сайысымызды бастайық. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы көмектесіп жіберіңізші. Сонымен, құрметті көрермендер, біз бүгінгі бағдарламамыздың бірінші тапсырмасын бастаймыз. Ал бастайтын Марина ханымды ортаға шақырамыз. Менің қонағым шақырамын. Маринаның қонағы, төрлетіңіз, жайғасыңыз. Көрметті қонақ. Сәлеметсіз бе? Сізді көргеніме қуаныштымын. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы ма? Керемет. Шай ішеміз бе? Ішеміз. Солай емес, шай міндетті түрде ішеміз ғой, я? Сіз қалай, қандай шай ұнатасыз? Бұл сүтсіз шай ғой, қара шай. Мен сүтпен сұрадым ғой сізден. Кешіріңіз, бұл менің қателік. Басқа кесе, басқа шай. Ештен кеш жақсы, я? Ай, қолымды күйдіріп алдым. Байқамайсыз ба? Кешіріңіз. Кешіріңіз, мен кетемін. Кешіріңіз. Қайта кірер есікті қатты жаппа. Шай ішіп кетсең қайтеді, мен ұсынған кеседен деп. Маринаның қонағы шайын ішпей кетті. Дегенмен де Біздің сарапшыларымыз Маринаға қандай баға қояр екен? Сарапшылар? Марина барынша қонақжайлық танытуға тырысты. 6. Ал келесі ортаға шығатын қатысушымыз Анна. Шіркін-ай, Аннаның қонағы болсам ғой, менде арман бар ма? Бірақ өкінішке орай, Аннаның қонағы басқа адам болып шықты. Бәрі келді, сәлеметсіз бе, тамаша күткен қонақ келген екен. Кіріңіз, түрлетіңіз. Ас адамның арқауы дейді. Шай ішіңіз. Қара шай дейсіз ба? Ал қазір мен сізге құрметпен шай құяйын.
дұрыстаңыз. Түсінбедім. Бұныңыз не? Мен қара шай сұрадым емес па? Ойбай, кешіріңіз, қателестім. Жарайды. Енді ашуланбаңыз. Жақсы адамның ашуы шай орамал кепкенше дейді ғой. Қазір мен сізге жақсылап шай құяйын. Ал, мінеки. Сіз не, мен мазақ қылып тұрсыз ба? Мынау көк шай ғой, қара шай емес. Бұныңыз болмайды. Кешірерсіз. Ғафу етіңіз, шатасып кеттім, енді болады. Сүтсіз, қара, дұрыс па? Иә. Жақсы. Сіз жақсы қонақ келгенде қой егіз табады дейді. Сізге қошеметпен шай құйдым, ішіңіз астың дәмін татып қойыңыз. Кішкене күлсеңіз қайтеді, сіздің күлкің қандай әдемі, есімде бар. Жарайды. Шайыңызға қанағаттым. Өте дәмді. Көңілімнен шықты шайыңыз. Рахмет, тату үйдің асы дәмді дейді. Ауыз дейін. Қолыңыздан көп нәрсе келеді екен. Рахмет, дәмді. Мақтағаныңызға рахмет. Көңіліңізге өте ризамын. Сізге де рахмет, күткеніңізге. Бәрекелді. Бәрекелді. Дегенменде, үш қайтара құйған шайы Аннаның қонағының көңілінен шықтау. Ал біздің сарапшылардың қоятын бағасы Аннаның көңілінен шыға ма? 10. Эфирде біз қазақша сөйлейміз бағдарламасы. Ары қарай жалғастырамыз. Келесі кезек Дмитрийдікі. Бірдіне болып қалды ма? Танытпай күліп тұрсын. Келінім қуып жүр. Ой, не істейін саған? Шай берем. Жарайды, сыйлы қонақ босағада отырмайды. Сен қандай шай көресің? Көк шай, қара шай, Көк шай. қарқады. Көк шай. Көк шай. Тадан көк шай қойнады, кел ішейік. Болмайды бұл шай. Қонақ болып келіп қалған едім, енді бір жөндеп шай бере алмадым. Құдай қонақ, Шай сыйлы емес, қонақ. құр су беріп отырсың. Дұрыс емес қой бұл. Өзімізде отырғандай отырыңыз. Отыра алмаймын ғой мен енді өзімде болғанда. Ойбай, Шай бермесең. Күлкіңіз қандай тамаша, күлкіңіз Қандай күлкі. тамаша, күлкіңіз қандай тамаша, күле беріңіз, күле беріңіз, күле беріңіз. Ой, отырасың. Жо. Мен сізді комедия фильмде шақырамын. Жарайды? Жақсы ма? Дұрыс па? Жақсы. Кет. Мінеке Дмитрий Мырза қонағының көңіл-күйін көтеру үшін оны комедия фильміне шақыруды жөн көрді. Ал біздің сарапшыларымыз Дмитрийге қандай баға қойғанды жөн көріп отыр? 5, 6. Ендігі қонақ күту рәсімін жасайтын Наталья ханым. Наталья, мархабат, дастархан басына келіңіз. Қонағыңызды шақырыңыз. Шайыңызды дайындаңыз. Сәлеметсіз бе? Түрлетіңіз. Ой, шақырусыз келіп едім, басым ауырып тұр. Маған тезірек чай құйып берші. Қандай келгеніңіз тамаша. Иә, тезірек құйып берші.
ой жоқ мен қара шай ішпеймін, маған көк шай іш. Мен қан қысымым жоғары. Кешіріңіз. Мен шай ішуге келдім саған. Ағаңыз. Я, рахмет. Балым жоқ қой дастарханда. Көк шай бал Сақыдам сіз екенсіз. ішпейді, білесің ғой. Не деп кеттің? Қандай жақсы, әдемі адам екенсіз, я. Бал, қазір келемін. Кешіріңіз, алыңыз. Абайламайсың ба? Көз алдына қарамайсың ба? Абайламайсың ба? Кесақтың көмектесі, декесік. Сен. Кешіріңіз, жоқ. Өте жақсы көп шай. Кешіріңіз, Дұрыстап қойып отырыңыз, бер енді отырыңыз. Отырыңыз. Ой, Тойға үйде 9 бар. Күтеп тұрыңыз. осы шақырсан келеміз. Жылы сөйлесен, қонаққа шақырсан келіп тұрамыз әрине. Шайыңа рахмет сен. Біздің Натальяның қонағы үстіне шай төгіп алды, ал сарапшылар Натальяның қоржынына қандай ұпайлар төгіп берер екен? 7. 7. Бәрекелді, олай болса, біздің келесі тапсырманы орындайтын бағдарламамыздың қатысушысы Юрий. Келіңіз, төрлетіңіз, отырыңыз. Сынақ емес па стол? Отырыңыз. Келгіңіз жақсы болды. Шақырысы кеп қалды. Иә. Ой, бүгін сәрсенбінің сәтті күні ғой. Менде бір қазақ досым бар. Сол, құдайы қонақ, ең құрметті қонақ дейді ғой. Мен қазір ғана ет салып қойдым қазанға. Ет піскенше шай ішейік. Қалай қарайсыз? Көреміз. Қой жібер. Қазір, міне. Бәрекелді. Хоп. Ой, Юра, Міне екенсіз, мен міне екенсіз, білмейсің а? ба не сен? Мен сүтпен ішпеймін ғой. Қандай шай ішесіз? Қара шай. Қара шай. Ляппай тақсыр қаза. Қара шай. Міне қара шай. Міне екенсіз. Хоп. Қара шай ішсем. Міне қонақтың сөзі заң. Міне. Ой, О, не істедің, Юра, қараш. Ештеңе етпейді. Отырыңыз. 2 күннен кейін үйде жөндеуге кірсем деп отырмын мен. Мұнан кім жөндейді мынау? Мынау білмеймін ғой, мен анау Қайда кетіп қалды? Иә. Бәрібір жаңа кілем алам ғой. Не істейміз мұнан? Енді үйге барғанша жақсы болады деймін ғой мен. Қара шай ішесіз ба? Рахмет, қара шай. Ішпейсіз ба? Ішпейміз. Жарайды. Онда өз жайыңыз айтыңыз. Қалыңыз қалай? Бала шағаңыз аман ба? Бәрі дұрыс па? Аман бәрі. Енді адам сөйлескенше, жылқы кісінескенше. Ой, Дәмі көріп дәм қойыңыз. татып отырайық. Иә. Шай қойып алайын да? Мама, түсім ай. Түсім ауырып отырмын мақта. Тез. Ой, сіз жақсы адам. Рахмет, Юра. Өте әдемі. Іш пісіп кетті ғой. Міне компьютеріңіз алыңыз. Ой, рахмет. Үйдегі балама берейін ба. Мен өзім шай ішейін. Іш. Аяға дейін су кетіп кетті ғой. Ештеңе етпейді ғой. Осылай отырамын мен.
Мінекей Юрий Мырза қазақ халқына тән қонақжайлылықты барынша көрсетуді тырысты, ал біздің сарапшыларымыз қандай баға көрсетеді екен? Сарапшылар ет етке сорпа бетке дейді. Юрийдің етіне қарай қанша ұпай бересіздер? 9, 9, 10 және 9. Ал енді келесі ортаға шығатын қатысушымыз Алексей Мырза. Кім боласыз? Мен құдай қонақпын. Төрге. Өт. Отыр. Рахмет. Кешір, мен басқа адамды тосқам. Ол келген жоқ. Осындай дастарханды жинадым. Өле жегенше бөле жеген деді. Жаңғыз шайды шамайым. Сені маған құдай беріпті ғой. Екеуміз шай ішейік. Солай болсын. Қандай шай ішесің? Қара шай ма? Қансыз. Ну, қант өзің. Саласың ба, самайсың ба? Мен қант самайым саған. Жарайды ма? Жарайды. Ойбай. Кешір. Қайда көресің? Ашуланбаш. Отырш. Ол су ғой. Міне киімді бұлғанып қалдым. Кеші бар ғой, мен қазанды манпарына өзіме төгіп тастадым. Бұл чай. Қазір мен екіншісім бар. Беріп тастайды. Чай ішкенше, ет жегенше, үйде кір жуатын машина бар. Салып қоямыз. Таза болады. Ренжімейсің ғой. Жарайды, ренжімейінші. Ой, дұрыс. Енді шай ішейік. Қара дедің ба чайды? Қара. Қара чай дедім. Қара чай ішсең, көңілді жай дейді. Атың кім болады? Қалибек? Жоқ, көк шай. Өзің қара чай дедің ғой, енді көк шай дейсің. Жоқ, қара шай жаман. Қара шай ма? Жоқ, көк шай. Көк шай. Енді қонағың болса қалай көк шай қоймайсың енді. Дұрыс. Қайдан келдің? Ауылдан. Ауылдан? Қайсы ауылдан? Алғабас. Жақсы болды, рахмет. Бәрекелді. Біздің Алексей Мырза кез келген уақытта құдай қонағын күтуге дайын екен. Ал біздің сарапшыларымыз Алексей Мырзаның қонақжайлылығына қандай баға береді? Меніңше Алексей Мырза өте жақсы орындап шыққан секілді тапсырманы. 8 ұпай, 9 ұпай және 9 ұпай. Бірінші тапсырма бойынша алған ұпайлары. Эфирде біз қазақша сөйлейміз реалити-шоу бағдарламасы. Олай болса, біз бірден екінші тапсырмаға көшейік, ендеше екінші тапсырма басталды. Екінші тапсырма шарты бойынша аялдамада тұрған кейіпкерге балалы әйел келіп, көмек сұрайды. Ол әмиянын үйіне тастап кеткенін айтып, тез келуге уәде береді. Содан ғайып болады. Қатысушының міндеті тығырықтан жол тауып шығу. Ең алғашқы бұл тапсырманы орындаған Наталья ханым. Сәлеметсіз бе? Мен әмиянымды үйінде қалдырып кетіп едім. Сізден көмек керек болды. Кешірім. Менің баламды қарай тұрасыз ба кішкене? Кешіріңіз, мен көмектесе алмаймын. Он мен көп емес. Қарай тұрыңызшы, өтінемін. Жарайды. Рахмет сізге. Кел. 1 минут өтті. Не істеу керек? Қазір біз полицияға телефон соғамыз.
Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, көмек сұрауға бола ма? Мен аялдамада отырмын. Маған жас балалы әйел өте әдемі қыз бала тастап кетті. Не маған айтасыз? Не істеу керек? Ол өте әдемі, 3 жаста, қазақ қыз, білмейді, оның атын білмейді. Мен Қарасай Батыр және Абылайхан келісінде отырмын. Мен аялдамада. Рахмет. Тез келесіз. Рахмет, сау болыңыз. Аялдама, кездесетін жер еді жаяу ғана. Сіздерше тапсырма қалай орындалды, құрметті сарапшылар? Наталья ханымға қанша ұпай қоясыздар, қанша ұпай бересіздер? Сонымен Натальяның бағасы 7. 21 ұпай. Ал енді келесі сюжет бұл Юраның тығырықтан шығатын бейне көрінісі. Бірақ тез келіңізші. Тез келіңіз. Жақсы. Кел, балақай. Ой, мамасы, сенің мамасы қалдырып кетті ғой. Оның түшінде келем дейді. Өзі жоқ. Мен асығыс едім. Кездесуге бара жатырмын. Уақытым жоқ. Мынау балақайды сізге қалдырайын кетейін деп едім. Қалай қарайсыз? Ақмақ деп тұрсыз ба? Біреуге баласы немене қараймын? Ой, кешіріңіз. Жақсы адам ашуы, шай орамал кепкенше, жаман адамның ашуы басы жер жеткенше. Кешіріңіз. Ай, қызым, не істейміз? Отыр. Жедел жәрдем шақырам. Номері 03. Жоқ, бұрын өзгеріп кетті ғой. 103. Дұрыс. Сәлеметсіз бе? Жедел жәрдем бе? Сәлеметсіз бе? Менің атым жөнім Юрий Капнов болады. Мен аялдамада баламен тұр едім. Ол тоқтаныш, не болып қалды? Ол есін танып қалды. Құлап қалды. Мен не істер едім білмеймін. Тез келіңізші, өтініш. Аты Аиша Капнова. Неге қазақша аты? Енді менің әйелім қазақ қой. Мен балам құлап қалдым, білмеймін несі. Тез келіңізші. Келесіз ба? Қанша минут келесіз? Өтінішім тез. Мен Абылайхан мен Қарасай Батырның қиылысында аялдамада тұрмын. Тез келіңізші. Рахмет, сау болыңыз. Юрий мырзаның ұпай саны 9. Дәл осындай белсенділік танытатын келесі қатысушымыз Алексей мырза. 2 минут, 5 минут, 10 минут. Маман қайда? Қайда тұрып жатырсыз, білесің ба? Жігітім, мінезді қазір әйел келу керек. Баланды беріп жібересің ба? Асып тұрмын. Жоқ аға, мен шаруамын Мен де балам емес ол. Жоқ, кешіріңіз аға, мен.
Енді амал жоқ. Полиция хабарласайын. Сәлеметсіз бе? Бұл полиция ма? Кешіріңіз. Менде осындай жағдайым болып қалды. Абылай ханының көшесінде маған бір жас әйел баланы қолыма беріп, қарай тұршы деді. Жыламай қош жаным, жыламай қош, жыламай қош. 5 минутқа көмегін сұрап тұрмын. Келесіз ба? Рахмет. Жыламаш жаным, жыламаш. 9, 8 және 10. Бәрекелді. Ал енді бұл жағдайға түскен келесі қатысушымыз Анна ханым. Алло, сәлеметсіз бе? Полиция ма? Сәлеметсіз бе? Маған көмек керек. Я, қандай көмек па? Мен осында Абылай ханы мен Қарасай Батыр көшесінде қиылысында тұрмын да, аялдамада. Маған бір әйел өзінің кішкентай баласын тапсырып кетті да, қашып кетті. 5 минуттың ішінде келем деді да, жоқ болды. Енді өзін сасқан үйрек болдым мен. Не істерімді білмеймін. Қол байланып тұр да, мен жалпы жұмысым бар, қашу керек. Қайдағы әзіл сізге? Ол әзіл емес, нақты өмірде болатын жағдай. Енді мен не істеймін? Жоқ. Кешірерсіз, сіз өзіңіз жалпы көзі көрмей, құлағына сенбейтін нағыз заң адам екенсіз. Өмірінде болған нәрсе, егер сіз сенбейтін болсаңыз, менің аты жөнімді жазып алыңыз. Я. Леонова, Анна. Я. Келің. Сіз қанша уақыттың ішінде келесің? 5-10 минуттың ішінде ма? Жарайды. Жарайды, мен онда сізді күтемін. Егер келмейтін болсаңыз, сонда мен сізге қайтадан хабарласамын. Жақсы. Көмектескеніңіз үшін рахмет, мен сізді күтіп отырмын. Сау болыңыз. 8. Олай болса, ары қарай жалғастырамыз. Біздің келесі бейне сюжет бұл Марина. Сіздікі? Жарайды, қызға қарап тұрамын. Сіз қас пен көздің арасында барып келеңізші. Рахмет, 10 минутта келемін. Сенің атың кім? Мадина. Менің атым Марина. Өтінемін, көмектесіп жібереңізші. Не жағдай? Сіз осы жақта тұрасыз ба? Осы жерде, жақын жерде тұрамын. Мына бала немесе оның анасын танисыз ба? Жоқ, танымайды екен. Бірінші рет көрдім. Санымды сығып қалдым. Оның анасы көмектесіп жібер деді. Мен әмиянымды үйде ұмытым тастап қалдырыппын деп. Сонда мен үйге келеймін, тез арада келемін деп. Сол ол бетті бүлкетпей алдап кеттіпті. Тағы да кішкене күтетіп келіп қалады ғой, келеді. Мамасы келеді қазір. Күтемін, келмесе полицияға барамын. Сөйте ғой, сөйтесің ғой. Жақсылығын айт, нұры тасысын дегендей. Қазақша да жақсы сөйлеп тұрсың ғой. Рахмет. Сіз өте жақсы адам екенсіз. Рахмет. Сау болыңыз. Сен айналай маған қатты нақтырсың. Қолдау көрсетіп қойыңыздар. Жалпы осы бағдарлама басталғалы бері байқап келе жатқанымыз Маринаның жолына ылғи жақсы адамдар жолығады екен. Енді жақсы адамдар жолыққан Маринаға сіздердің тараптарыңыздан жақсы баға қойлама. 9, 8, 10. Жаман емес.
Ал осындай жағдайға түскен келесі қатысушымыз Дмитрий мырза.